01 қойылымының біріншіден атауы қызықтырады, екіншіден драм-медиа деп аталатын жанры қызықтырады, үшіншіден бүкіл залдың тұтас сахнаға айналғаны қызықтырады. Мұндай экспериментке Қалеки театры дайын, ал көрермен дайын ба? Сегіз жыл, 9 жылдан кейін ойнап тұрған главный рөлім. Айтып кетіп айтыр, осыған да жеттік қой, Аллаға шүкір. Бұл режиссердің шешімі. Галина Николай қызының тағы бір идеясы Астана тұрғындарын бетпе-бет әңгімеге шақыру. Астана или Нұр-Сұлтан. Астана немесе Нұр-Сұлтан, Ақмола немесе Целиноград. Бастысы осында туып өскен жергілікті тұрғындарды іздедік. Оқиғасын айтып бергісі келген бірнеше адамнан сұхбат алдым. Олар бұл қаланы сырттан келгендерге қарағанда басқаша көреді. Они по-другому видят, нежели приезжие. Оларда ортақ не бар? Салмақтылық, қалаға жауапкершілікпен қарауы. Және көшіп келгендердің де ішкі философиясын жеткізеді. Ауылындағы айлықты кір жуатын ұнтақ пен прәндік күйінде алған тағы кім бар араларыңызда? 258-ші сіз очередь келесі жылы келеді деп қояды. Бұл жобаға бірінші рет қатысып отырмыз. Барлығы ерекше болсын деп машинаны шынайы машина кіргізбедік. Спектакль деп емес, жоба деп атап тұрсыз ғой. Өйткені бұл жердің өзі спектакль деп айта алмайсың. Өйткені бір жоба сияқты, бір съемкада жүрген сияқты шынымызды айтсақ. Әр жер сахналар бір ситком сияқты. Иә, жоқ, съемканың бір площадкалар сияқты болып көрінеді бізге. Астананың маңызды күзетшілерінің рөлін ойнайсыз ба, соның бірін? Маңызды болып отырады. Түсінбедім, сонда қалай дейсің? Здесь есть еще одно место. Анау есікті жақсы көрем. Президенттің жедел сатысы деп аталады. Лифт президента называется. 01 деген бекер болмады ғой демек. Қазір енді такси қымбаттау кішкене. Сіз отырғаннан кейін ақшасын төлеуіңіз керек енді. Мәңгілік ел жаққа қанша? О жаққа. Мен енді бір 50 000 төңірегінде. Мәңгілік елге 50 000 теңгемен жету деген жақсы ғой. Мұндай арзан жол барын 01-ді жасағандар біле ме екен? Когда мы стали с этим... Бұл сөзді ойната бастағанда 01 деген қала екенін, адам екенін және бұл қаланың дамуына өз үлесін қосып жүрген әр адамның 01 екенін түсіндіргіміз келді. Даже я уже делаю этот город. 01-де кемшіліктер бар. Түсіндіріп түсінікті бола алмаған тұстары жоқ емес. Бірақ оның мақсаты игі. Қарапайым халыққа сырттай емес, іштей үңілу. Бұдан былай жаманын жасырып, жақсысын асыруға тырыспау, онымен тілдесу, қалжыңдасу, оның да 01 екенін сезіндіру. Мен бірінші адам. Көрерменнің қошеметі, ықыласы, беріп жатқан гүлі, айтып жатқан рахметі, шулап жатады. Қайта-қайта пақлонға шақырып жатады, биске шақырып жатады. Ол деген өте керемет сезім. Шын спектакльден кейін болады. Шығып алып, жам-жозын отырып, шай ішіп отырып, демалатын кездер болады. Ал сондай эмоциямен шығып тұрасыз да, дейсіз қайтадан. Ойнау керек болады, өйткені қойылым бір күнде 2 рет көрерменмен қауышады. Келесімен арасы жартақ сағат. Қошеметтің бәрін ұмытасың да, қайтадан нөлден бастап, қайтадан Әлихан қалпыңға түсіп, қайтадан бастап ойнайсың. Дастан актер айтты ғой, анамыз конторда пол жуған. Сол жерде мен шынайы жыладым. Себебі ол шынайы біздің өміріміз. Мамам ауылдың конторасында пол жуып жұмыс істейтін. Жаңа тамада асықтырып тұрады ғой, нені. Сол вот шындық шынымен. Герой, которого играет Афиша, да? Сіздің де үлесіңіз қосылыпты сценарийге. Қай жері, қалай шықты өзіңіздің бағаңыз? Өзіміздің жастық шақты көріп қалдымыз. Қай кейіпкерлер сіздер? Бағана сары пиджакпен жүрген. Инженер, директор болған, ойнаған, біздің айтқанымыз сөздердің барлығын, біздің кішкене өмірбаянымызды қосқан барлығын. Құдай берген жұлдыз мұнда да таңғы бағдарламаның жүргізушілері болды, және бір емес бірнеше жерде жұмыс істеді. Тойда қызмет етті, концерт жүргізді деген секілді. Жалпы астаналықтар күн көру үшін бірнеше жерде жұмыс істеу керек дегенмен келісесіңдер ме?
негізі бір ғана жұмыспен шектелу мүмкін емес, себебі адам бір жұмысқа байланып қалса, ол уақыты келген кезінде, мерзімі келген кезінде ол адамның ол жұмыстан шығып кетеді ғой. Сол кезде ол депрессияға, стресске ұшырап, қиналып кетуі мүмкін. Сондықтан адамның басында бірнеше жұмыс болу керек. Оны әсіресе пандемияның кезінде мен өз басымнан өткердім. Бір жұмысқа байланып отқаннан кейін, ол жұмыс пандемияның кезінде өздеріңіз білесіздер, онлайнға шығамыз, немесе мүлдем жабыламыз дегеннен кейін не істерімізді білмей қалдық. Қазақстанда. Айтшы, сол кезде депрессияға түстің ғой. Мен ба? Қиналдың ғой. Жоқ, есімде жоқ. Пәтердің ақысын кім төледі? Есіне салайын ба? Өзім жинаған қаражаттарым болды. Бірақ мен дәл қазір дегенмен бір ғана жұмыстан, дәл осы жерден, құрметті көрермен, сіздер үшін арнайы өз ісімнің кәсіпқой маманымын. Сондықтан тек қана бір жерден.